Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында жасалатын нанның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепт менің енемнің үйреткен рецепті. Кеттік бірге дайындап көрейік. Бізге қажет заттар: ұн, жылы су, шекер, ашытқы және де тұз. Барлығының мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен жылы суымызға шекерімізді, ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз кішкене ашуы қажет. Ашытқымыз шамалы көтерілгеннен кейін бетіне тұз салып, ұнымызды електен өткізіп, қамыр илеп бастаймыз. Енді қолымыздың көмегімен ұнымыздың барлығы біріккенше қолымызға жабысатын қамыр илейміз. Бұл рецепттің құпиясы де осында, өйткені қамырымыз сондай жабысқақ, өте нәзік, ұны көп салынбаған болуы қажет. Енді дайын болған қамырымызды осылай қолымызды сулап, жақсылап қайтадан басамыз. Қамырымызды осылай қайта-қайта басуларыңызды сұраймын, өйткені қамыр одан өте нәзік, орысша айтқанда воздушный болып шығады. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны қайтадан жақсылап басып, екінші рет көтерілгенін күтеміз. Мен осындай табада пісіремін. Түріне мән бермей қойыңыздар, өйткені енемнен қалған таба. Осы табада олды нан пісіріп, нан жапқан. Осы табамызды жақсылап майлаймыз, және де қамырымызды 3 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін осылай видеодағыдай дөңгелетіп табамызға саламыз. Осылай нанды 3 немесе 4 бөлікке бөліп пісіруді де енем үйреткен, өйткені өте ыңғайлы, қалауынша бөліп алып жей бересіздер. Осылай бетін қайтадан басып, кішкене көтерілгенін күтеміз. Көтерілген нанымызды 200 градус қызып тұрған пешке салып, 45 немесе 50 минут пісіреміз. 50 минут өтті. Біз осылай қызартып пісірген нанды жақсы көреміз. Нанымыз дайын болды. Осындай өте дәмді, әдемі, нәзік болып шығады. Сондықтан қыздар, барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Үйдің нанына ештеңе жетпейді. Ыстық нанға сары май жағып жесеңіздер, одан да дәмді болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені мен сіздермен тез әрі дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісемін.